назарыңды аулайын. Қайырлы күн, Алланың игілігіменен сәлем болсын. Алла амалдарыңызды қабыл қылып, екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Қазақ ата-бабамыз айтады, Құдай деген құр қалмайды, Құдайсыз қурай сынбайды дейді. Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Одан кейін мынандай мақалдар бар да, әруақ Құдай емес, Құдайдан былай емес дейді. Өлі риза болмай, тірі байымайды дейді. Өліге иман, тіріге береке дейді. Бүгін мынандай аян көрсетті. Аян көрсеткенде енді айту парыз. Біз шындықты әлі де болса жасырып жатырмыз. Шындық шынға шықпайды, ақиқат шықпайды. Сол үшін қазақ не дейді? 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Мысалы, мен өзім 53-тен астым. 50 жылда бірталай уақиғалар басымыздан өтті ғой. Құранда да бар, уақиғалар айналып келіп тұрады деп. Сонда 70-ші жылдары өмір сүрдік. Апаларымыз болды. Апаларымыз мысалы өлім жетімге барады, той бастарданына келеді, содан бізге құрап көйлек тігіп береді, барқыт, жаңа плюш болса зелетке тігіп береді, жан жақтан сөйтіп жиналған заттардан құрақ құрайды. Түскиіз жасайды, көрпе жасайды, ескі пәлтелерді сөгіп төргөтпе жасайды, мысалы ат көрпе жасайды. Сөйтіп бәрін құрап жасайтын, әр нәрсені құрайтын еді. Қазір біз еш нәрсені құрамаймыз, еш нәрсеге тәуба шүкір жоқ. Мысалы түйені түгімен жұтып жатыр. Құранда мынандай аят бар. Егер де бір елде жазалайтын болсақ, Алла тағала айтып тұр, дәулет мастарына бар есікті ашып қоямыз дейді. Сонда дәулет мастары деген осы елдің билік басында отырғандар ғой. Одан кейін жастар. Құранда жазылған, жастар мен әйелдер мастыққа тән дейді. Мастықтарыңнан ажырамай тұрып намазға жақындамаңдар дейді. Сол аяттар бар ғой Құранда. Соны нағып мысалы имамдар ашып айтпайды жастарға. Сендер 40-қа шейін намаз оқымасаңдар да, сендердің ата-бабаларыңның дұғасы қабыл, 40-тан кейін оқыңдар. Мұхаммед пайғамбардың өзіне 40 жастан пайғамбарлық келген деп. Құранда мынандай аят бар. Баланы 2 жасқа шейін емізіңдер дейді. 40-та ақыл толады дейді. Сонда Құранда жазылған. Ақыл жұмсамағанға азап берем дейді. Құран ақыл иелеріне түсірілген. Ақыл 6-да, сана 7-де дейді қазақ. Санасызға 7 айтсаң да түсінбейді дейді, жетесізге. Сол үшін қазақ 13-пен сөйлеген. 6 ақыл, 7 санамен байланысты. 13 саны қазақта киелі сан. Енді бүгінгі көрсеткен аянда маған өткен өміріңді көрсетіп жатыр ғой. Шындық қой сол. Мысалы 90-шы жылы мен тұрмыс құрдым, күйеуім алып қашып кетті. Мен оны танымаймын, бірақ та бізде қазақта ят, ар намыспен тәрбиелеген, алып қашып кетсе де менде ят болды, ұждан болды. Ертең мен кетіп қалсам, әке-шешем бетіне қалай қараймын, бауырларым бетіне қалай қараймын деген ғана менде ой болды. Соныменен шаңырақ көтеріп қалдым. Бірақ та ол жерде де қиыншылықтар болды. Білесіздер, 90-шы жылы перестройка болды. Жұмыс болған күнде де ақша жоқ. Ақша болса да магазинде еш нәрсе жоқ. Алматыда оқыдым, педучилищеде. Квартирада тұрдым, бірақ та ешкімге ренжіген жоқпыз. Басымызға салған осы дедік та тәуба дедік. 90-шы жылы үлкен қызымды босандым, 92-де. Сол кезде сенсеңіздер, ақша бар, бірақ магазинде сабын жоқ. Кір жуатын сабын да таппаған күніміз болды. Пияз қуырып жеген кезіміз де болды. Майға вермишель қуырып жегеніміз күніміз болды. Бірақ та тәуба дедік қой, соған тәуба шүкір дедік. Жаманымызды жақсырдық, жақсымызды асырдық.
сабырмен өмір сүрдік. Құдайға шүкір, сол сабыр түбі сары алтын деп. Қазір енді қарасақ, о заманнан да өттік қой. Сол кезде біз өкіметке қарсы шыққан жоқпыз. Бізге анау керек, мынау керек деп. Сол бәрімізге тәуба дедік. Енді 70-ші жылдары бәрлеріңіз білесіздер, бір үйде 10 бала, азында 6 бала болды. Мысалы, біз 6 ағайындымыз. Мектепке барғанда форма алып береді, 1-ші класста. Ол кезде кең қып алып береді, үлкен қып. Етегін қайырамыз, 3-ші классқа шейін киеміз. Етегі қысқарып қалса, етегін ұзартамыз. Жеңі жыртылып қалса, жеңін қиып тастаймыз. Сойтып өмір сүрдік. Сумка аламыз, тігеміз. Сөйтіп те өмір сүрдік қой. Бірақ та ол кезде бізде апаларымыз тәуба, тәуба, шүкір деп тәубаны үйретіп отыратын. Бұл тәуба 9 сүресімен байланысты. Одан кейін 14-ші Ибрахим сүресі, бұл 2 қол іс деп жатырмыз ғой. Әркімнің басына қиындық келсе, 2 қол ісінен көрсін, тілінен тапсын. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады дейді. 10 күнәнің 9-ы тілден дейді. Қазір біз тілімізге тиек қоймаймыз. Тәуба шүкірді білмейміз. Қанағатты білмейміз. Сосын кейін бәрін апарып өкіметке жабамыз. Болмаса билік басындағылар түк істеген жоқ дейміз. Қазір де мысалы су басып жатыр. Қазақта мынандай мақал бар: бас аманның малы түгел дейді. Әлі де тәуба шүкірге келген жоқ. Біз тәубаға келіп, Құдайға тәуба деу керек. Ол 9-ші сүремен байланысты. Одан кейін тағы мына сүрені айта кетейін. Осы аянды көрсеткен еді Наурыздың алдында. 4,5 мың мешітте, тастан салған сарайларында Алланың жеңісі, Алланың хикметі келгенде сендерге қорған боламайды деп. Сонда мысалы ана су тасқыны келді. Қаншама зәулім судың астына кетті ғой үйлер. Ал енді мешіт тоқтатса, дұғасымен тоқтатпай ма? Оны да тоқтатамайды. Шындық жоқ та, шындық жоқ жерде ақиқат шықпайды. Ал енді қазақ не дейді? Ештен кеш жақсы дейді. Кеш болса да сабырға, тәубаға келіп, құрбандықты шалып, өлі риза болмай, тірі байымайды дейді. Өзіміздің әруақтарымызды, өзіміздің қазақтың әулие әмбелерін, қазақтың пайғамбарларын құрметтеп, тәубамызға келсек, біз аға ұлт боламыз. Елге билік айтамыз, бүкіл әлемге билік айтамыз. Әйел бұзылса, әлем бұзылады, әйел түзелсе, әлем түзеледі дейді. Ана, дана дейді қазақ. Жұмақтың кілті ананың табанының астында дейді. Соны да біз дұрыс түсінген жоқпыз ғой. Жер ана бірінші. Табиғат ана, өзіміздің анамыз. Сол үшін жаңағы масқаптың тәпсіріне емес, өзіміздің қазақтың салт дәстүріне жүгінейік. Бірінші бізге Алла тағала табиғат ананы жаратты. Жер ананы жаратты. Өзіміздің анамыз сонда көк әке дейді. Көкпен байланысты. Асқар тау дейді. Ата-бабамызбен байланысты. Соны Құранның тәпсірін дұрыстап тәпсірлеуіміз керек. Мысалы мынандай аят бар. Бір елді жазалағым келсе, дәулет мастарына бар есікті ашып қоям дейді. Сонда біздің дәулет мастарымыз қазір бәрін жасап жатыр ғой. Оларға әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ. Мысалы Бешімбаевты мысалға алсақ, 2 дипломы бар. Жаңағы Қазақстанның бір жасы ғой енді, бетке ұстар, оқымысты. Өткенде тағы да бір белсендінің өкімет басында отырған прокурордың баласы біреуді қағып өлтірді. Сол біздің қазақтың айнасы. Балық басынан шіреді дейді. Сондай жағдайлар болып жатыр. Бірақ та оны Құдай көріп тұр ғой. Адамнан жасырсаң да Құдайдан жасыра алмайсың дейді. Мынандай аян көрсеткен. 3 адам сыбырласа 4-ші алла, 5 адам сыбырласа 6-ші алла. Сол үшін Құранда бар: мен сендерге күре тамырларыңнан жақынмын. Иса пайғамбар айтқан: сендердің не ішіп не жеп отқандарыңды мен білем деп. Оның бәрі Құдайдың хикметі. Қазір енді ата жолына сондай Алла тағала хикмет көрсетіп жатыр, аян көрсетіп жатыр, уақи көрсетіп жатыр. Бірақ оны
сенбей қудалап соттап жатыр. Мысалы 17-ші жылдары азамат соғысы болды, одан кейін ашаршылық болды. Сол заман айналып қайтып келеді ғой. Кім шындықты айтады, соттайды, кім жаңағы адал нан тауып жесе, оны Алла көріп тұр ғой. Бірақ қазақ әрқашанда адал ас ішкен, ешкімнің рызығына қол сұқпаған, одан кейін біреудің жаманын жасырып жақсысын асырған қазақпыз біз. Жетім жесірге пана болған қазақпыз. Сол үшін қазақтың салт дәстүрінен артық жоқ. Енді мына шариғат деп жатырмыз. Біз қазақ шариғаттан өтіп кеткенбіз. Шариғатты, мағрипатты, тариғатты, ақиқатты меңгерген қазақпыз ғой. Қайта келеді, шариғатта жоқ дейді. Шариғатта жоқ нәрсені қазақ бәрін айтып дәлелдеп кеткен. Ақбақсылық, көріп келдік, емшілік. Мысалы Лұқман Кәкім деп жатырмыз. Ол да мысалы емшілікпен айналысқан. Лұқман Кәкімнің баласын айтқан қаншама өсиеті бар. Сол біздің қазақтың салт дәстүрі. Өзің білмеген іске араласпа дейді. Лұқман Кәкімнің мысалы бір несі бар. Мысалы, жаңадан байыған досың ақша берме дейді. Әйеліңе сенбе, әкімге жаңағы әкім мысалы билік қой, соған сенбе деп тұр ғой. Сонда бұлай тәпсірлеп берген. Жаңадан байыған досың ақша берме дегенде, ол сотталып баратқанда қарызын сұраған. Әйеліңе сенбе дегенде, әйелін сынау үшін мысалы қораның ішіне апарып қойды көмген. Одан кейін оны әйелі ашуланғанда айтып қойған ғой, менің күйеуім адам өлтірді деп. Одан кейін жаңа әкімдер соттаған кезде өтірік жала жаба салады ғой. Соның бәрі бізде қазір болып жатқан жағдай. Қазақта мынандай мақал бар: ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Тәні саудың жаны сау дейді. Қазақ тәнін қорғаған. Ар намыс дейді. Ар сауыт дейді. Ол ата бабамыз ар сауыты мықты болған. Ұят ұжданды өлімнен күшті деп бағалаған. Арым жанымның садақасы деп арды биік бағалаған. Одан кейін жаны малын жан үшін садақа қылған ғой. Бұның бәрі Құранда бар. Құранды дұрыстап оқыңыздар. 40 жаста ақыл тоқтатады. 40-қа шейін қазір жастар бата беріп жатыр. Осы кеше ғана аяңда көрсетті, батаның қадірін кетірмеңдер дейді. Батаның өзінің киесі болады дейді. Ақ дастарханның батасы, ақ жолдың батасы. Мысалы кезінде апаларымыз үлкен адамнан бата алыңдар дейді жолға шыққанда. Дастарханның батасы бар. Жаңадан қоныс аударғанда шаңыраққа беретін бата бар. Сонда қазақ баталы құлын аламас, батасыз құл жармас дейді. Бүкіл Құранда бар нәрсенің бәрі қазақ салт дәстүрінде бар. Қазақ шариғатты меңгеріп қойған. Қазірді айта кетейік, мына жастарға ана Меккеге барып юбка киіп жүргендер бар ғой. Мұны қазақ не дейді? Шалбар ки дейді. Шалбар менен құрым етікпен, құрым етікке қамшының салып жүрген қазақпыз ғой. Басына бөрік киіп, Меккеге барып Ақматаға оралып, юбка киіп, көйлек киіп, мына жастар өздерінің суретін қойып жатыр. Соғанда намыстанбайды, арланбайды. Қазақтың еркектері бөрікпен, белбеумен, етікпен сөйтіп жүрсе, атта жүрсе, сонда міне қазақтың рухы оянып, намысы, ары оянатын еді. Қазіргі істеп жүрген қылықтары өздері де білмейтін істеп жүрген. Одан кейін корейский киноларды көріп, еркектер сырға тағып, шашын бояп жатыр. Бұл қазаққа жат қылық. Біреудің қаңсығы біреуге таңсық дейді. Қазақ айтады ғой, Құранда да бар, ата бабаң не істесе соны істе деп. Біздің қазақ атқа мініп, қой бағып, әділдік тілменен, сөзбенен шешіп отқан, 13-ті меңгерген, ақыл 6-да, сана 7-де деп. Сондай біз халықпыз, қазақ деген халықпыз. Қазақтың өзінің салт дәстүрі бар, әдет ғұрпы бар. Әр елдің салты баста, иті қара қасқа деп қай жақтағын әкеп тықпаламай, өзіміздің салт дәстүрімізбен жүрейік. Бүгінгі айтылған аян
барға тәуба, жоққа шүкір етіңдер деді. 70-ші жылдары бір көйлекпен де, бір жейдемен де, бір тілім нанмен де өмір сүргенбіз. Қатықсыз қара су ішсең де берекесін берсін дейді ғой. Құдай берекесін берсін. Бақ дарыған, қызыр дарыған қазақпыз. Сол үшін өздеріңіздің бастарыңыздағы бақтарыңызды теппеңіздер. Бақ бірінші аяққа қонады, одан белге қонады, одан басқа қонады дей ма? Бастарыңыздағы бақтарыңызды шайқамай, қазақтың салт дәстүрімен барға тәуба, жоққа шүкір, Құдай сабырлармен бірге дейді. Құдайдың 99 аты бар дейді. Сол 99 атының сабыр 199-шы. Шүкір, тәуба, қазақтың осы сөздерін ұмытпайық. Өліге иман, тіріге береке берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аян туралы толықтырып айта кетсем, мысалы, Жүніс пайғамбар балық жұтып қойған, Құранда бар ғой. Сонда жаңағы оттан да судан да қорықпа, қазір сенеміз деген адамдардың өзі 30%, 50% ғана сенеді дейді да. Сонда қазір енді түсініп жатырмын да, Алла жанға жазады ғылымды деп. Ғылым деген ол біздің жанымыз бар кезде біз сөйлей аламыз. Жанымыз шығып кеткенде сонда сөз де бізбен бірге шығып кетеді екен ғой. Алла бол деген кезде болады деп тұр ғой. Алла өзінің рухымен, нұрымен, сөзімен бол деген кезде бола қалады да. Сонда бүкіл әлем Алланың нұры, Алланың сөзі, Алланың рухыменен байланып тұр да. Сонда үште болса күш дейді. Шәкәрім атамыз, келдім қайдан, не істесем пайдам, өлгеннен кейін қайда барам дейді. Сол сөзді маған үш бұрышты сызып тұрып көрсеткен аянда. Бір ұшы Иерусалим, бір ұшы жаңағы Мекке Мәдина, төбесі Қазақстан болады деп. Одан кейін мысалы Сүлеймен пайғамбардың атының тұяғының дүбірін естігенде құмырсқалар тығылатын еді дейді. Сонда Сүлеймен пайғамбардың атпен байланысты екенін, мынандай жүйрік аттарды бәйге қосып атты. Сонда мен қарап тұр екенмін. Мен егер ер адам болсам, машина емес, Геленваген емес, осы атты алатын едім деп. Одан кейін мына бүкіл алтын адам, ат әбзелдері неше түрлі қазір шығып жатыр ғой. Сонда бұл қазіргі технологиямен ешкім жасай алмайды. Бірақ Құранда жазылған, Дәуітке темірді бердік, Дәуіт темірді нанша елейтін еді дейді. Ол да сонда бүкіл қазақ жасаған ғой. Қыздың жаңағы шашбауын неше түрлі сырға, сақина, білезік, ат әбзелдері, үйге қажет бұйымдар, мысалы ол темір Дәуітпен байланысты. Бүкіл аңның, құстың, бәрінің, таудың, тастың тілін білген Сүлейменмен байланысты. Құт пайғамбар дейміз. Құт пайғамбарға мұғжиза болып, түйе, екі таудың ортасынан түйе шыққан. Түйені қазақта 70 атауы бар деп естіген, бірақ енді қазір айтып жатыр ғой, 120 атауы бар деп. Бірақ енді қазақ бота, түйе, атан, інген, енді бота, түйенің аты көп. Сонда Құт пайғамбар екінші өмірінде Мұхаммед болып, үшінші өмірінде Ахмет болып қайтып келіп отыр ғой. Мысалы, Кеңғандағы жұлдызым деп Шәкәрім атамыздың өлеңі бар бір. Соғында сонда жұлдызбен де байланысты бүкіл 70% пайғамбар Қазақстанда дегенге өзім 100% сенем. Бұлай болды да, мысалы, Мұхаммед пайғамбар деп айтамыз. Ол енді соңғы пайғамбар, жермен байланысты. Иса көкпен байланысты, соңғы екі пайғамбар ғой. Бірақ соның оғанға шейінгі қаншама пайғамбар, қаншама әулие әмбиелер болды. Құранда жазылған, әркім өз әмір иелеріне бағынсын деп. Сонда бізде қаншама әулие әмбиелер бар. Қаншама өзіміздің ақындарымыз, шешендеріміз, батырларымыз бар. 106-шы сүреде
аттың тұяғына серт шаңдатып соғысқа кірген дейді. Сонда біздің ата-бабаларымыз аттың тұяғымен осыншама жерді қорғап берді ғой. Аттың, құстың бармайтын жер жоқ дейді да, жетпейтін. Сол үшін құс қанаты дейді, аттың тұяғы дейді. Аттың тұяғының дүбірі бұл Сүлейменмен байланысты болып тұр да. Енді темір Дәуітпен байланысты. Мысалы түйе жаңа құт пайғамбармен байланысты. Мысалы зеңгі баба дейміз, қамбар ата дейміз, сексек ата, шопан ата, бұлардың бәрі пайғамбарлыққа жеткен, елшілікке жеткен, дұғалары қабыл болған ата бабамыз ғой. Соны біз 33 жыл бойы жаңағы мешіттерде масқаттың уағызын тыңдадық. Әруақ жоқ деген. Осынша осы уақытқа шейін соны жоқ, әруаққа тіл тигізбеңдер деп бір ер азамат шыққан жоқ. Оны да былай аянда көрсеткен, Наурыздың алдында көрсеткен. Алланың жеңісі келгенде сендердің 4,5 мың мешіттерің, сендердің салған жаңағы сарайларың өрмекшінің торындай қауқарсыз болып қалады деп. Мысалы ол аянда да түсінбеген едім, енді түсініп жатырмын да. Мысалы Наурызда бүкіл Қазақстанда Наурызды тойлап, бәрі әр ру өзінің таңбасымен жалау көтеріп шықты, бәрі қазақша киінді. Енді мысалы әруақ жоқ дегенге ешкім сенбейді. Осы уақытқа шейін әруақ жоқ, әруақ шірік дегенге жастарымыз да біраз, мысалы орта топ барып, сол Арабтан барып Құранды оқып келгендер осы уақытқа шейін мысалы адастырды. Әруақты айтпаңдар, әруақ шірік, әруақ жын деп. Негізі Құранды тәпсірлеп жеткізіп, сол 4 кітапты меңгерген қазақтан артық ешкім меңгермеген. Исаның ілімін, Мұсаның, жаңа Ибрахим пайғамбар өзі аян көріп баласын құрбандыққа шалайын дегенде көктен көк қошқар түсті. Мұса пайғамбар қой бақты, аса таяқты меңгерді. Ол аса таяқ адам атадан келе жатқан таяқ екен. Ол Шұғайып ұстаған ол таяқты. Бізде қойшының аяғынан, келіннің аяғынан, қойшының таяғынан деген мақал бар. Соның бәрі дастарқан, ол Исаға түскен. Исаның қауымына қасында 12 жаңағы көмекшісі, апостол бәрі көрген. Ол Исаға пайғамбар дастарқан түскен соң, осы дастарқаннан дәм татқаннан кейін Құдайды жоққа шығармаңдар деген аяттар бар. Оның бәрі сонда Құранға шығып нанды алуға болады, нанға шығып Құранды алуға болмайды деген сонда дастарқан Құраннан үлкен болып тұр. Құранның өзі қазақтың шариғатымен жазылған. Қазақтың Құранның ішінде мынандай аят бар. Олар мұнафықтар 1000 еді, мөмін мұсылмандар 300, сондай деп солай жазылған. Негізі сонда 1000-мен өлшем 1000 мұнафықты 300 мөмін мұсылман жеңіп тұр ғой. Сонда мөмін мұсылмандар ол қазақтан барған пайғамбарға барып көмектескен біздің қазақтың әулие әмбелері ғой. Оның бәрі Құранды ашып оқысаңыздар бәрі жазылып қойған. Мұнафықтар 1000 еді, мөмін мұсылмандар 300 деп тұр. Қазақ сол үшін 300-дің басын қосқан қазақпыз. 100-ің жарық болсын дейді. Бұл 300 жаңағы мөмін барып Мұхаммедке көмектесті деп солай жазылған. Құранда енді оқысаңыздар өздеріңіз тауып аласыздар. Бәрі Құранда жазылып қойған. Осы уақыттың болатынына шейін. Одан кейін барып мөміндер дейді. Мөміндер деген бұл мөмін мұсылман деген қазақ. О жерде мұсылман да бар. Мөмін мұсылман деп жазылып Құранда. Құрайыштар, Яһудилер, Құрайыштар кәпір ел деп тұр. Қабырларын тастаған кәпір елдер болмаңдар деп тұр. Одан кейін 11-ші сүреде жазылған Мұхаммед, олар ата-бабалары табынғандай табынады, олардан күдіктенбе, олардың сыйын кемітпей береміз деп тұр. Сол үшін Мұхаммед деген әркімнің жүрегіндегі Алланың нұры,
мұхаммедтің жүрегін алла өзінің нұрымен тазалады деп тұр ғой. Исаға, Мәриям анамызға өзінің рухын үрлеп Иса келді. Сонда бүкіл жұмбақтың бәрі сол Құранда, сол Құранның кілтін, Құранның құпиясын ашып отырған осы ата жолы. Ата жолы ол ешкімнің жекеменшігі емес, бірақ біз соған үлес қосуымыз керек. Құранда жазылған Нұхтың жолы тура жол, Ибраимның жолы тура жол, Жүсіптің жолы тура жол деп, Масқаптың жолы тура жол деп жазылмаған. Егер де Масқапты ғана ұстаймыз десеңіздер, Масқап жылқыны жемейді, мәкүрік дейді, бірақ та қазақ бесті меңгергеннен кейін жылқыны жейді. Төрт түлік мал дейді, ол Құранда да жазылған. Төрт түлік малың түйе, жұбымен сиыр, қой, ешкі дейді. Ал енді қазақ төрт түлік малдың ішіне жылқыны да кіргізеді. Қазақ жылқы сияқты текті, жылқы сияқты жаңағындай өте не ғой, таза. Мысалы басқа жерден су ішкен, басқа мал су ішсе, үйлерден барып жылқы су ішпейді. Кенесары атамыз доңыз жайылған жерге атын несін жаймаған. Сондай біз текті халықпыз. Тектілігіміздің белгісі, мысалы 7 атаға толмай қыз алмаған, қыз алған күннің өзінде де нағашыларын зерттеп алатын. Жігіттің жақсысы нағашыдан, үйдің жақсысы ағашынан деп. Бүкіл ғылым, білім қазақта тұр. 7-мен, 3-пен, 6-мен, 5-тің бәрінің білет. 13-пен сөйлеген біздің шешендеріміз, ақындарымыз, билеріміз. Ақыл 6-да, сана ой 7-де дейміз. 13-тің мағынасын кеше Тоқберген аға тағы да түсіндірді. Бірақ жетесізге жет айтсаң да түсінбейді дейді ғой. 6 арыс, 6 дәм, 6 жан, соның бәрін айтып жатыр. Бірақ сол 6 жан, 6 бұрыштың ішінде жүгіріп жүргенін көрген едім. Мысалы су, бір тамшы судан, мәни судан жаралған адамбыз ғой. Өлгеннен кейін жанымыз бу болып ұшып кетеді. Су қатқанда мұз болады, кристалл. Кристалл сол 6 бұрышпен байланысты. 6 арыс дейміз. Мысалы, Израильдің таңбасында тұр ғой, 6 бұрыш бір-біріне жаңағындай кигізі не қабаттасып, негізі ол кереге көз болып тұру керек еді. Оның бәрін аянда көрсеткен. Бұл Алланың жанға жазып берген ғылымы. Мен оқып, оны зерттеп отыратын уақытым жоқ, бірақ Алла әркімнің жүрегін көреді, жүрегін оқиды дейді ғой. Одан кейін мынандай аян көрсетті, әркімнің жүрегі таза болу керек екен да. Менің өзіме Алла Тағала жүрегімді алып көрсетті ғой аянда. Жүрегіңде әлі толық тазармаған дейді. Біз бірімізге өкпелеуіміз керек, өкпелемеуіміз керек, сосын кек сақтамауымыз керек. Қазақ не дейді? Жақсы адамның ашуы шай орамал кепкенше дейді. Текті де кек болмайды дейді. Сол үшін біз кек сақтамауымыз керек. Біреудің сыртымыздан жамандауымыз керек. Ғайбат айтпаңдар дейтін еді бұрын апаларымыз. Сол сияқты біз өзіміз қандай болсақ, айнамыз ғой, сонда сыртқа сол айнамен көрініп тұрады. Осы айна туралы да бір аян айта кетейін. Ақбор атаның ордасына барып жүргенде Қалкен сарбаз жаңағы зікір оқығанда көктен үлкен айна түсті. Сонда әркім өзінің өмірін көрді да. Сонда менің алдыма айна келгенде мен о дүниені көрдім ғой. О дүниеде менің басымда көк орамал, көк қос етек көйлек болды. Сол таудың етегінде жүрген көрініс болды да. Сонда айтып қоямын, мен о дүниеде жаман жерге бармайды екем ғой деп. Сонда айна қатесіз деген сол ғой. Бұл дүниеде не жасасақ, соны айна қатесіз ол дүниеде көреміз. Адамның айнасы ол бетінен көрінеді дейді. Біз ішімізде не бар, сол бетімізден, өзіміздің тілімізбен шығады да. Ой, тілі о екен, тілі зәр екен дейді. Сол сияқты олай, егерде кім Құдайды түсінсе, кім Құдайдың сөзінің аққа Құдай жақ дейді ғой. Сол үшін еріннің сөзін сөйлеңдер дейді.
алла тағала айтып тұр құранда, мен сендерге екі ерін бір тіл жараттым дейді. Біз қазір езудің сөзін сөйлеп жатырмыз да. Оны қазақ айтады, езуін тілсе қан шықпайды, бетінің қызылы кетіп қалған дейді. Қызыл деген әруақты қуат. Қызылы жоқ адам ол өтірікті де айтады, ол еш нәрседен қорықпайды. Сол үшін Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Ал егер шын Құдайын таныған адам, 3 кісі сыбырласа төртіншісі Алла дейді, 5 кісі сыбырласа алтыншысы Алла дейді. Құдай бізбен бірге, Құдай сендерге күре тамырларыңнан жақын деп тұр ғой Құранда. Оны біз Раббы десек те, Құдай десек те, Алла десек те, бәрі сол Құдайдың сөзі. Сонда біз сөзімізді түзеуіміз керек. Сөз түзелмейді, еш нәрсе түзелмейді. Бірақ Абай атамыз айтып кеткен ғой, сөз түзелді, енді сендер де түзеліңдер. Адам жаңағы дүние боқ, адам сол боқтың қабы дейді. Өлгеннен кейін боқтан арман сасисың дейді. Сол үшін қазақ не дейді? Дүние боқ дейді, жаңағы ақша қолдың кірі дейді. Ешқашан еш нәрсені дүниемеген, өлшемеген, өзінің ұрын бұтағыменен, еліменен, салт дәстүрімен ғана жаңағы өлшеген ғой. Қазақ өзінің қазақ екенін мойындап, қазақ екенін дәлелдеу керек бүкіл әлемге. Сонда бүкіл әлем түзеледі. Қазақ аға ұлт болу керек. Қазақ ағалығын білдіру керек. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар дейді. Оның бәрі қазақтың жаңағы мақал мәтелі Құранда жазылып қойған. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Тек қана жақсылықты айтуымыз керек та. Басыңа бәле келсе екі қол ісіңнен дейді. Қазір көп жерде бәрі жертіні су тасқанын бәрін биліктен көреді, одан кейін басқа біреуден көреді. Егер де біз бір елді жазалайтын болсақ, дәулет мастарына бар есікті ашып қоямыз дейді. Құранда тұр. Бәрі Құранда жазылып, айтылып қойған. Ешкім оны ойдан шығарып айтқан жоқ. Ой жорушылар құрсын дейді да. Соныменен ойланбаған опық жейді дейді. Басқа бәле тілден дейді. 10 күнәнің 9-ы тілден дейді. Сол үшін тілдеріңе тиек қойыңдар, тілдеріңді жаңағы тассап қойыңдар ауыздарыңа деп біздің бүкіл ата-бабаларымыздың айтып кеткен мақал мәтелі осы сөзбен де байланысты. Сөздің құдіретін түсінбей жатырмыз. Жамбыл атамыз айтқан, менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлемей Сүйінбай деп. Кезінде батада шығатын еді, не сөйлеймін деп ойланба, сөзді Жамбыл мен Сүйінбай аузыңа салып тұрады деп. Сол сөздің құдіреті, сөз Құдайда болған. Адам атамыз сол сөзді үйреніп, жалбарынуды үйренген. Мысалы қиссаларда бар ғой, адам ата жаңағы сөз үйреніп жерге түсіп сол сөзбенен Құдайға жалбарынуды үйренген. Мысалы періштеге сәжде жаса дегенде періште Құдайға айтты ғой, сәжде жасады. Ал жын, сен